Байланыстауын қазақ бүгін орыстың «Я худею», яғни «Мен арықтаймын» атты комедиялық драмасына киношоу жасайтын боламын. 20 жасар Аня өзінің бодибилдер және жүзу бойынша тренер Женя атты жігітімен өмір сүріп жатады. Ол наубайханада жұмыс жасағандықтан үнемі тамақтың қасында жүреді. Жұп алғаш кездескенде Аня тал шыбықтай болатын, бірақ ол бірнеше ай ішінде біраз салмақ қосып алады. Күндердің күнінде оларды достары үйлену тойына шақырады. Аня киімдерін киіп жатып олардың енді сәйкес келмей қалғанын ұғады. Қыз ешкім байқамас деп өзін жұбатады, бірақ өзгерістер көзге анық байқалатын. Женя да әрине байқап, бірақ қыздың көңілі үшін үн қатпайтын. Киімдерінің жартысын жыртып арасынан біреуін таңдап алады. Ал Женя көйлектегі Аняны көргенде аруақ көргендей аң-таң болады. Ол Аняның өзгергенін анық байқайды. Ол қызбен бір тойда бой көрсеткісі келмейді. Себебі онда Женяның барлық фитнес саласындағы достары болатын. Оның бақытына орай Анна тойға бармай, пиццаға тапсырыс беріп, үйде жалғыз қалғысы келетінін айтады. Аня жігітіне өзімен бірге қалуды өтінеді. Женя болса жас жұбайларды құттықтап тез ораламын деп сендіреді. Шықпай жатып ол Аняны көтереді, бірақ Аня сүймек кезінде басын тартып қалады. Женя кеткен соң Аня үй киімін киіп салмағын өлшейді. Енді 76 келеден асатынын біледі. Ол салмақ қосып жатқанына уайымдағанымен күнделікті аффирмацияларын айтып, тек бір стакан су ішеді. Тіпті қазір де ол майлы тамақ пісіріп, телефон қарап жігітін күтуде. Телефонға қарап отырып ол Женяның және оның достарының суретін байқайды. Топтық суретті жақындатып, Женя көңіл көтеріп жүрген қыздардың тал шыбықтай екендігін көреді. Әрине қыз оларды өзімен салыстырады. Ал сосын Женя және бейтаныс бір қыздың суреті тап болады. Қыздың профиліне кіріп, Женяның бетіне сүйіп тұрған бумерангын көріп шошып кетеді. Бұл видео Аннаға киініп, боянып тойға жүгіріп баруға себеп еді. Аня өзінің жан құрбысы Наташаға қоңырау шалып алып кетуін өтінеді. Наташа да Аняның салмақ қосқандығын байқайды. Бірақ оған құрбысы қор қызындай сұлу болып көрінетін. Ол құрбысын бір сілкіп, өзіне сенімдірек болуға шақырады. Той өтіп жатқан жерге келіп, Аня өзге қыздарға тым жақындап билеп жатқан Женяны байқайды. Қызғаныштан Аня олардың ортасына кіріп кетеді. Женя кішкене түсінбей қалғанымен билеуді жалғастыра береді. Басқа қыз болса кетіп қалады. Біраз уақыт өткен соң олар дастархан басына отырып, Аня тамақтануды бастайды. Қыз Женядан неге өзге қызбен билегенін сұрайды. Женя бұл жағына топтық би деп сылтаулатады. Аня ренжи бастағанда жігіт енді оны ұнатпайтынын қоса тамақ жеуден басқа ештеңе білмейсің деп ауыр сөздер айтып тастайды. Аня жылауды бастайды. Қайта айтсамыз дегенше оларға жас жұбайлар келіп қалады. Олар күнсіреп қалса алуға тырысады. Бірақ той ханшайымы Анядан жүктісің бе деп сұрағанда, сосын Женя қызбен қоштасып кетіп қалады. Келесі кадрда автобуста анасының үйіне бара жатқан Аняның көзінен тоқтаусыз жас ағуда. Ал қыздың анасында кездесу болып жатты. Ер адам түсінгенде қыздарды оңаша қалдырып далаға шығып кетеді. Аня жігіт артық салмағы үшін тастап кеткенін айтады. Анасы болса оның толық емес, жай ғана сүйегі кең деп жауап береді. Түнге қыз анасының үйіне қалады. Телефондардағы Женяның суреттеріне қарап отырып бірнеше ай алдыңғы өз суретін көреді. Аня оны жақындатып өзінің қаншалықты өзгергенін байқайды. Келесі күні Наташа қоңырау шалып үйіне шақырады. Аня Наташаның қылтимасына орын алып айырылысқанына қайғыра бастайды. Себебі кешке Женя оның барлық киімдерін тастап кетіпті. Наташа құрбысына тұрғылықты үй тапқанша өзімен бірге қалуын өтінеді. Қыз құрбысын жұбатқысы келгенімен мұнысынан ештеңе шықпайды. Аня қайғырып қайта қосылғысы келетін бұрынғы жігітін жамандаумен әлек. Тіпті Демаста Аняны қаладағы ең тартымды қызсың деп асты-үстіне түссе де Аняға бұл еш әсер етпейді. Ол түнді қылтимада өткізеді, ал таңертең оны Наташа оятады. Наташа Аня секілді жағдайда тап болған құрбысы жайлы айтып береді. Оның жігіті қызы SMS арқылы тастап кетіпті. Тіпті артық салмақ үшін көргісі де келмепті. Бірақ ол Аня секілді қайғырып жата бермей өзін-өзі қолға алып, бір ай ішінде өзгеріпті. Бишара жігіт қыздың кабинетін гүлмен толтырып тастапты және қайта қосылуды өтініпті. Спорт залға жазылуға ақшам жоқ деп айтқан құрбысы барлық залдарда болатын тегін бір аптаны пайдалануға және солай бүкіл қаладағы залдарға баруға кеңес береді. Ертесіне таңертең Аня таңғы аффирмацияларын жасап алғаш рет спорт залға барады. Әрине оған басында қиын болды. Бірнеше рет жүгіру жолағынан құлайды. Бірақ оның барлық еңбегі зая кетеді. Себебі тренировкадан соң мейрамханада 2 адамның порциясын жеп қояды. Осы жерде жұмыс жасайтын Наташа құрбысына көңілі қалып, барлық тамақты тастап жібереді. Наташа құрбысына жігерлі болуын өтінеді. Үйінде Аня денесіне ылғалдандыратын крем жағып, оны полиэтиленовый пленкамен орап алады. Бұл трюк бірнеше килограмм тастауға көмектеседі деп ойлайды. Бірақ сол сәтте ол шипси жеп отырады. Түн ортасында мұздатқыштан тамақ ұрламақшы болады. Бірақ оны Наташа ұстап алады. Келесі күні Аня ештеңе жемеуге бекінеді. Ол өте қиын, себебі Аня наубайханада жұмыс жасайды.
Тортты сәндеп жатып ол кішкене бармағымен дәмін көріп жібереді. Оның орнын толтыру үшін 10 рет отырып тұрады. Күні бойы тамақ оны тіпті атымен шақырса да Аня өзін ұстауға тырысады. Сосын қыз бүтін тортпен жалғыз қалады. Аня тортқа бірнеше секунд қарап, оны жеуге сылтау іздей бастайды. Ақыр шыдай алмай торттың жартысын жеп қояды. Аня бұл ауру екенін байқай бастайды. Ол тәртіпсіз тамақтана беретін. Яғни пищевой поведениесі дұрыс емес. Пищевой поведениесі дұрыс емес адамдардың өзіне көмектесу мақсатында ашылған топтарды іздеп жиналысқа келеді. Әйелдер арасында Коля атты жалғыз ер адам бар еді. Аня өзін Анджелина деп таныстырып, және бұл аурумен ауырмайтынын осы тақырыпта мақала жазатын тілші болып өзін таныстырады. Топтағылар өзінің жағдайларын айтып түсіндірмек болғанмен өзінде проблема барын ешқайсысы мойындамайтын. Бәрін тыңдап болған Коля орнынан тұрып, бәрін қолмен шықып жеке-жеке семіз екендерінің беттеріне басып шығады. Және Аняны тілшімін деп алдап, өзінде проблема бар екенін мойындағысы келмейтінін айтады. Аня болса қоңырау шалған кейіп танытып жиналыстан шығып кетеді. Коля оның артынан барып қызы мейрамханаға шақырады. Аня болса тамақтан жоқ дей алмайтындықтан келіседі. Коля қызға фитнес серіктес болуға шақырады. Осылайша олар күнде бірге жаттығу жасап, бір-біріне қолдау көрсетуі керек болатын. Коляның шынайы ниетін Аня байқамағанымен онымен келіседі. Келесі күннен бастап олар бірге саябақта жүгіруге шығатын. Аня басында Колямен бірге болғысы келмейді, бірақ уақыт өте келе оның жақсы адам екендігін түсінеді. Коляға өзінің сыртқы келбеті, қалай өзгелерге көрінетіні маңызды емес еді. Онымен бірге көп уақыт өткізіп, қыз да өз денесін ұната бастайды. Тамақтанбас алдын олар бір-бірімен сөйлесетін және бір-біріне жақсы қолдау білдіретін. Себебі олардың ортақ проблемалары болатын. Кейінірек Аня азып салмақ тастап жатқанын байқайды. Бірақ оның сенімділігіне бассейндегі сауық кешке барғанда сыналады. Аня ондағы талшыбықтай қыздарды көреді. Әрдайым Аняның көңіл күйі түскенде Коля оған көмектеседі. Олар кейде бар даусымен айқайлап стрессті шығаратын. Аняның бар ойы Женяның көңілін қайтару болатын. Әрине бұл Коляға ұнамайтын. Жарты ай ішінде қыз 10 келі дерлік салмақ тастайды және Женямен қайта кездесуге дайын болатын. Аня купальник сатып алады да Женяны кездейсоқ көріп қалғанда кейіп танытады. Ол мұнда жаттықтырушы еді. Ол қызды көріп аң-таң болады. Біраз сәлдескен соң олар бассейнге түсіп бір-біріне су шашып ойнай бастайды. Барлығы жақсы болатын. Бірақ бір қыз келіп өзін Женяның жаңа қызымын деп таныстырады. Аня тағы да қатты қайғырып түнімен ішіп шығады. Келесі күні қыз Коляның төсегінен жалаңаш оянады. Коля болса ештеңе болмады деп сендіреді. Кешегі түннің естеліктеріне қарайтын болсақ, Аня белгісіз жігітпен кетпек болады. Бірақ Коля дер кезінде келіп, өзінен соққы алып қызды құтқарып алып кетеді. Келеңсіз атқан таңнан соң Аня анасына келіп барлығын айтып береді. Анасының ойынша әкесі кішкентайында тастап кеткендіктен қызда травма қалыпты. Сондықтан Женя оған лайықты болмаса да, оның Аняны мойындауы қызға ауадай керек еді. Аня анасын ұққандай келесі күні әкесімен кездесуге аттанады. Ол жүргізуші етіп Коляны алады, себебі кем дегендей 5 сағаттық жол болатын. Жол бойында Коля қызға жақындағысы келіп, қолдан келгенше қыздың өзіне ұнайтынын көрсетті. Бірақ Аня мұнысына мән бермейді. Ақыры қыз өзінің ағаш үйінде әйелімен тұратын әкесін табады. Аня әкесіне неге қызымен араласпайтынын сұрайды. Сергей өз кезегінде қызының туған күніне барғанда берген сыйлығын терезеден лақтырып жібергенін айтады. Түнде Аня байқаусызда шамды құлатып ағаш үйді жағып жібереді. Сергей болса үйін жағып жібергені үшін қызын сөге бастайды. Сол сәтте Коля мен Аня үйіне қарай жол тартады. Қоштасар сәтте қыз жігіттің мұрнынан сүйеді. Коля болса бақтан бас айналып тіпті қызға гүл алу үшін сағатын айырбастап жібереді. Ал бұл сәтте Женя Аняға келіп барлық үшін кешірім сұрап жатты. Ақыры олар махаббатпен айналысады. Коля гүлдермен оралған сәтте оларды байқап көңілі қалып кетіп қалады. Келесі таңда Аня Женямен оянады және өзінің өзгергенін байқайды. Бұл қызға үнемі мені тастап кете ме деп қорқып жүретін қарым-қатынас керек еместігін ұғындырады. Олар қайта ұрсып, Женя кетіп қалады. Сол күні кешке Аня Коляның үйіне барады. Жынданған Коля қызға алма беріп, олар енді серіктес еместігін айтады, себебі Аня арықтаған болады. Келесі күні таңда қыз Наташаның үйіне барады. Бірақ есікті ешкім ашпайды. Аня ішке кіру үшін көршінің терезесін пайдаланады. Сөйтсе Наташа күйеуімен қатты ұрысып, күйеуі кетіп қалыпты. Қыздар бір-бірімен сырласып өздерін жақсы сезінеді. Келесі күні Сергей келіп Анядан жаман әке болғаным үшін кешірім сұраймын деп тіпті қызмен кішкентай кезінде билеген секілді билейді. Әкесімен татуласқан соң Аня фитнес марафонға, яғни Коляға аттанады.
Коляның энергетик ішіп жатқанын жайынан ұстап алады. Қолындағысын алып олардың серіктес екендігін айтады. Аня қоса Коля әлі толығымен артамағандықтан оған көмектесуі міндетті екенін жеткізеді. Басты кейіпкеріміз марафонға қатысып, оны соңғы күшімен аяқтайды. Коля ерік-жігерін жинап қызды сүйіп алады. Өмірінде алғаш рет Коля сыртқы келбеті оны бақытты етпейтінін түсінеді. Нағыз бақыт өзіңді қалай болсаң солай қабылдауда екен, Коля секілді. Ол өзінің денсаулығын жақсарту үшін қолдан келгенін жасайтын, бірақ өзінің сыртқы келбеті үшін ұялмайтын. Бәрімізге Коля секілді болайық.